Жырлап отыр менің ауылым. Әр адам үшін бұл дүниеде өз туған жерінен ыстық, өз отанынан қасиетті мекен жоқ. Менің отаным Қазақстан. Бұл ата-бабамның қанымен қорғалған, аманатымен бізге жеткен қасиетті өлке. Мен Кияқты станция жерінде дүниеге келдім. Менің балалық шағым осы көшелерде өтіп жатыр. Ондағы әрбір тас, әрбір ағаш маған таныс әрі ыстық. Туған жерге деген сүйіспеншілік оның табиғатын аялаудан, тарихын білуден басталады. Біздің станцияның тыныс тіршілігін қамтамасыз етіп тұрған маңызды нысандардың бірі Тяговая станциясы. Бұл жердің станцияның қуат орталығы деуге болады. Осы жерден таралатын электр энергиясы арқылы жүздеген пойыздар мен ауыр жүк тиелген вагондар қозғалысқа келеді. Пойыздардың қауіпсіз әрі уақытылы жүруі осы станцияда еңбек ететін мамандардың жауапкершілігінде. Бұл жоғары технология мен темірде тәртіп тоғысқан жер. Менің туған жерім тек табиғатымен ғана емес, өндірісімен де мақтаналады. Соның бірі Альбасар зауыты. Бұл кәсіпорын Қияқты станциясының тынысын ашып алуымыздың дамуына үлкен үлес қосып отыр. Зауыт еліміздің құрылыс саласына қажетті маңызды өнімдерді, мысалы барит концентратын немесе басқа да өнімдерді шығарады. Онда біздің әкелеріміз бен ағаларымыз еңбек етіп, отанымыздың өркендеуіне үлес қосуда. Мұндай ірі өндірістер менің ауылымда болғаны мен үшін үлкен мақтаныш. Кияқты станциясының тағы бір мақтанышы осы көмір кешені. Кияқты станциясының тағы бір мақтанышы осы көмір зауыты. Бұл жерде тіршілік тоқтамайды. Теміржол арқылы келген қара алтын осы жерде сұрыпталып өңделіп, еліміздің түпкір-түпкіріне жол тартады. Зауыттың әрбір вагоны халықтың үйіндегі жылу мен жарық. Менің жерлестерім осы қиын да жауапты салада еңбек етіп, мемлекетіміздің дамуына зор үлес қосуда. Кияқты тек қана станция емес, бұл үлкен еңбек майданы. Сәлеметсіз бағай, сізге осы жерде жұмыс жасаған ұнайды ма, және сіз осы жерде қандай мамандық иесіз? Саламатсыздар ма? Мен осы жерде маған табиғатты өмірші болып істеймін. Ұнайды. Жақсы. Солай жақсы. Қияқты ауыл жақсы ғой негізі. Мойынқұм ата мекен құтты қоныс, Кияқты тағдырымен болған тоғыз. Темір жолдың бойында өскен ұлан, еліне қызмет ету басты борыш. Таңда менің отан алдындағы басты міндетім сапалы білім алу, мектепте алған әрбір білімді болашақта елімнің өркендеуіне жұмсағым келеді. Өйткені мемлекеттің мықты болуы білімді жастардың қолында. Отанды сүю оның тарихын білуден басталады. Ал тарихтың алтын кілті міне осы кітапханада. Кітап уақыт керуені. Осы парақтарды аша отырып, мен туған жерінің тарихын тереңірек түсінемін. Ұлы Шерхан Мұртаза ағамыз айтқандай, әркімнің өз мойынқұмы бар. Менің мойынқұмым, менің мақтанышым Кияқты станциясы. Болашақта елімнің атын шығаратын білімді азаматша болу менің басты мақсатым.